Мына жерде Жасылан деген жігіт атамал бағады екен, еркек. Сол атамал не үшін бағатынына Фараби мен Мирас айтайын деп отыр. Мына жерде қошқар текені бөлек бағады. Атамал қошқар теке деген не мал айтшы, Мирас? Қойдың еркегі мен еркегі? Сол еркек малды бөлек бағады. Не үшін еркек бөлек бағады, айтыңдаршы. Ал оны Мұхаммед айтшы. Немене, мысалы, қыста оны әте қосқаяды. Ол төлдеу үшін қосады. Сондықтан енді ол қояды, оны бөліп соғысы, немене жазда төлдеп тоқтамай қояды қойды. Мәне, көрдің бе? Күйек деген мерзім болады. Күйек бұрын туып қояды мал, ерте. Тумайтын мезгілде мал туып қояды. Сол үшін еркегін бөлек бағады. Соның қосатын уақыты болады. Сол қосатын уақыты келген кезде қосады. Сонда қазір анау арғы жайлауда бағып жатқан малдың ішінде еркек кіндікті жоқ. Тек ұрғашы малды бағып жатыр. Жүріңдер, ана ата малдың шет жағасына барып көрейік ақырын. Қойларға бөлек адамсыз. Кайнек деген не? Кайнек деген бар. Ал екеуің айтыңдаршы, кайнекті айтыңдар, Кайнек? Айтшы. Қазақшасын деп пәлі? Кайнек? Ал Мұхаммед сен айт енді, айтамадым алыр. Кайнектің қазақшасы кайнек? Жоқ, кайнек деген не мал? Ірі мал? Ірі мал болғанда қандай ол? Қодас па? Сарлық пен сиырды қосып алған ба? Сарлық пен сиырдан туа ма? Бағана есі. Сол ғой. Не? Ол кайнектің әкесі сарлық па, жоқ шешесі сарлық па? Шешесі де сарлық, әкесі де сарлық. Оның Онда не кайнек дейсің? Негізі сиыр мен сарлықты қосып алғанда кайнек деп айтпай ма? Дұрыс па? бірақ ана бұқа сарлық болғасын кейін сарлық туады, кайнек болса кайнек туады. Бұқа сарлық болса, ал ұрғашысы сиыр болса, кайнек туады ғой? Дұрыс па? Дұрыс, кайнек. Бірақ кайнек туады. Онда не туады? Сарлық туа ма? Мысалы, сарлық, немене бұқа сарлық болса, сарлық бұзауды көт. Сарлықты сиырға қоссаң не туады деймін? Ол сол бұзаудың тұқымын не деп айтады кәдімгі? Сиыр деп айтасыңдар ма, жоқ сарлық деп айтасыңдар ма? Сиыр деп айтамыз бәрін. Кайнек деген не онда? Кайнек деген жеке айтады анандай кайнек. Міне қарап тұр ғой, қара. Соны біз кайнек. Жүнізім бола ма? Ада жүрма сенің бұзаулары? Кайнек деп айтады. Кайнек жүнізім бола ма? Кайнек не де бар, не үшін айтады білмеймін енді. Әйтеу осы ауылда 4 кайнек бар. Жаңа атамалың жоғары апарып тастаған ба? Әне. Қамап тастапты. Сен не бар, қодас? Қодас деген кайнек. Сарлық қодас деген. Мынау кайнек па, жоқ? Сарлық қалың мынау. Мынадыр кетті. Сема? Сема? Барма. Ана тоқалы кенекті жалама. Адамды жантыққа сүзеді. Көрдің ба, Мирас? Тоқалы кайнек жарат дейді. Сенікі көрсек, сенікі қайсы. Көрдің ба ана? Бері қарап келе жатыр, адам танып жатыр ана. Саласыңдар ма? Анау келе жатыр, анау. Мирас жүрші. Бар дересен де Фараби. Жүгірді анау.